Сұрағыңызға рахмет. Жалпы бүгінгі дейін қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаржылық бақылау аясында әр осы жемқорлық құқық субъектісі өздеріңізге мәлім өзінің кірісі туралы және есептік кезеңдегі пайда болған мүлік туралы жыл сайын декларация тапсыратын еді. Және осы декларацияға қоса енді осы заң күшіне енгеннен бастап жеке мүдде қақтығыс туралы декларация тапсырады. Сол себепті сұрағыңыз қалай болды? Ақпарат ашық ресурстар жарияланады. Бұл ақпарат декларацияда өзі туралы және өзінің жақын туыстары туралы, қайын жұрттары туралы, оған қоса осы оның алдында айтқан баяндамашының сөзін қайталап өтейін, мүдде қақтығысымен байланысты өзге де тұлғалардың жеке деректерін қамтиды. Сол себепті бұл мәлімет жеке деректерге қатысты болғандықтан бұл ашық жария түрде көзделмейді. Ол декларация кадр қызметіне тапсырылады. Кейіннен кадр қызметтері тиісті кадрлық процестерді қамтитын ақпараттық жүйеге оны енгізеді. Нақтылау сұрағы